Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы Әлидің үйі. Сабақ мақсаты айналаны ауызша немесе жазбаша таныстыруды үйренеміз. Сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге деген сүйіспеншілігімізді жақсы тілектермен жалғастырайық. Мен сіздерге мейірімділік, төзімділік, адалдық, сәттілік, адамгершілік тілеймін. Балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысып алайық. Алдында спереди, артында сзади, жанында около, қарсы напротив, жер үй, частный дом. Балалар, жаңа сөздердің сөйлемде қолданылуын білу үшін келесі суретке назар аударыңыздар. Ребята, чтобы узнать, как мы используем эти новые слова в предложениях, обратите внимание на этих картинки. Менің артымда мектеп тұр. Сзади меня стоит школа. Оң жағымда менің үйім тұр. Справа меня стоит мой дом. Сол жағымда ойын алаңы бар. Слева меня стоит игровая площадка. Алдымда балабақша тұр. Впереди стоит детский сад. Мен мектептің жанында тұрмын. Я стою рядом школы. Маған қарсы досым келе жатыр. Напротив меня идет мой друг. Мәтінді тыңда. Послушайте текст. Мен жер үйде тұрамын. Я живу в частном доме. Менің үйім жаңа. Мой дом новый. Үйдің артында бақ бар. Сзади дома есть сад. Онда өрік пен шие өседі. Здесь растут абрикосы и вишня. Оларды менің атам отырғызды. Их посадил мой дед. Үйдің алдында тек гүлдер өседі. Перед домом растут только цветы. Менің үйімнің жанында гараж бар. Рядом с моим домом есть гараж. Қазір әкемнің көлігі гараждың ішінде тұр. Сейчас машина моего отца стоит внутри гаража. Үйдің оң жағында көрші жоқ. С правой стороны дома соседа нет. Сол жақ жақта көршіміз бар. Слева от дома есть сосед. Балалар, қанеке енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Сен қайда тұрасың? Айналаңда не бар? Айтып бер. Есте сақтайық. Балалар, тәуелдік жалғаудың үшінші жағының жалғаулары с. Мысалы, оның гаражы, оның үйі, оның атасы, оның көршісі. Келесі тапсырманы жазбаша орындайық. Көп нүктенің орнына с жалғауларын қойып жаз. Балалар, бүгінгі сабақта сіздер мәтіндегі негізгі ойды түсіндіңіздер. Жалғауларды дұрыс қолдануды үйрендіңіздер. Бүгінгі сабақтағы тапсырмалар бойынша, мына дескриптор бойынша бағаланасыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.